Енді көктайғақ кезінде жолдарға тұз себуге болмайды, рұқсат жоқ. Көлік министрлігіне қарасты жол зерттеу институты жол қозғалысындағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған ұлттық стандарт бекітті. Оған сәйкес өңірлердегі тазалыққа жауапты мекемелер жарты жыл ішінде тұздан бас тартып, балама материалдарға көшуі қажет. Қыс айларында тұзды көктайғаққа қарсы материал ретінде себуден бас тартқан өңірлердің бірі Өскемен. Мұндағы жұртшылық осы тыйымға қол жеткізу үшін біраз күресті. Өйткені оның қоршаған ортаға зиян екеніне, әсіресе жазатайым оқиғаларға жиі себеп болып жататынына сенімдеді. Сондықтан қазір қаладағы тазалыққа жауапты мекеме көше жол желісін қысқы күтіп ұстауға құм қолдануға тиісті. Енді шығыс шаһарған емес, барлық өңірлерде тұзға тыйым салынбақ. Мұны көлік министрлігіне қарасты Қазжол ғылыми зерттеу институты хабарлады. Айтуларынша, осы жылдан коммуналдық қызметшілер көктайғаққа қарсы материалдарға қойылатын талаптарды белгілейтін ұлттық стандарт бойынша жұмыс істейді. Ал стандарттағы негізгі талап натрий сульфатынан бас тарту. Жыл сайын жолдарды жөнделуден өтеді. Яғни оның бірден бір себебінде солай негізі айқындауға болады. Яғни тұзды көп мөлшерде қолданылуы, яғни ол асфальтқа кері әсерін тигізеді. Бізде бұған дейін экологиялық кодекс әрекет етті. Яғни бізде бірақ елді мекендерге көшелерінде қолданылатын көктайғаққа қарсы материалдарға бірыңғай талаптар белгіленбеген. Енді бізде стандарт бекітіліп күшіне енгеннен кейін елді мекендер осы стандартқа тікелей сілтеме жасай отырып стандарт арқылы сатып алуларға көше алады. Өңірлерге ұлттық стандарт талаптарын орындауға жарты жыл уақыт беріледі. Тұздан бас тарту эксперимент емес, қауіпсіз әрі технологиялық шешімдерге санаулы түрде көшу дейді институт мамандары. Сымбат Серқызы, Жанболат Санияз, Амирибатов, Атамекен бизнес.